Тағы да ассалаумағалейкум. Мак Хенри деген аса ауыр салмақтағы WWE универсал чемпион болған. Қазіргі таңда 50 қанша жасқа келген. Әлемдегі ең күшті, ең ауыр спортшы деген атағы бар. Негр адам, қара нәсілді. Ал енді кеше бір кісі комментарийға жазыпты, Макгрегор деп. Ол Макгрегор деген ол мына секілді шибиген. Ол UFC-де ережесіз жекпе-жекте төбелеседі. Сеткінің ішінде, тордың ішінде. Ал мынау классикалық күрес, американша күрес, яғни WWE деп жазсаңыз шығады. Сонда Мак Хенри деп жазсаңыз, осы туралы мәлімет аласыз. Бұл екеуі екі басқа адам. Жаңағы Конор Макгрегор UFC төбелеседі, ол орта салмақ, мынау аса ауыр салмақ. Құдды осындай. Мынадан екі есе шығады. Мак Хенри Конор Макгрегорден екі еседен артық. Өйткені Мак Хенридің тірі салмағы машық баған кезде 200-ге тартады. Машыққа дайындалғанда 180 кг. Ал енді Конор Макгрегор ол сары нәсілді, ақ нәсілді. Ол ұзаса 70 кг гіне құрайды. Сонда екеуінің екі басқа. Мына әдейге қара болғандығы себепті, ауыр салмақ болғандығы себепті Мак Хенри деп атаған. Біз сіздердің жазатын боқтарыңыз міне үйіліп жатыр. Бұл әзір шығады, ей болмаса ертең шығады. Астын тартып қойдым. Бұл шыққанда мына жерге барады. Бүгін арғы қораны тазаладым. Екі жерден лақтырдым. Тәуір боқ шықты, оғанда бір аптадай болған, үйіліп қалды. Жартысынан жерден шығардым. Сосын астауды көрсетші деген анау жұмыс істеп терледім. Жаңа мыналарды лақтырып, ана қораға барып басын тарадым да. Бекер демалғанша. Бірінші Макгрегормен, Мак Хенримен, Конор Макгрегордың айырмашылығын айттым. Екінші, жаңадан кірген бұқаларды бір-бір қатар көре кетіңіздер. Көнесі бар, жаңасы бар. Сосын мен астауды көрсетейін дегем. Осыдан барып, арғалай астау қалай болды көресіздер. Маған өгінгі сатып алып білгендер. Міне, екі бұқаға бір астау, сабаны жем аралас. Екі бұқаға бір астау, сабаны жем аралас. Мыналарға пока өзгерткем жоқ. Біреуің мүйізі сынық, біреуі кішкентай. Соның үшін міне екеуіне біреу, міне екеуіне біреу, міне екеуіне біреу, мына екеуіне біреу. Мыналардың сабанды көп сап қойған сияқтымын. Көрдіңіздер ме? Сабан шөпті көп сасаңыздар да жемге отырғаннан кейін жемейді. Ал салатым негізі осыған көп сап қойыппын. Міне сабан шөп жем бәрін көп салғаныңызбен өзіне керегін гіне жейді, керек емес тұрады. Ол халықаралық стандарт 24 сағатта тірі 50 кг салмаққа 50 кг салмаққа 1 кг гіне жем тәулігіне әрезге қабылдайды.